Сізді көргеніме қуаныштымын. ютубтағы видеоларыңыздың бәрін қарап шықтым. Ешқандай курспен тең келмей айтылған инсайттарға. Рахмет, қыздар. Скрин жасап алайыншы. Мақтанайын. Так, рахмет, Алла разы болсын. Көп рахмет, қыздар. Так. Сұрақтарыңыз болса дайындаңыздар. Жалпы мен бүгін қыздар мынандай бір тақырыпты қозғағым келіп тұр. Қазір көп жерде жаңағы психология керек емес, антипсихологпын деп жатады көп адамдар, иә. Типа психология ол дінге қарсы деген сияқты дүниелерді айтып жатыр. И соның кішкене басын ашқым келіп жатыр негізі. Жалпы психология деген негізі адам жан, тән, рухтан тұрады. Енді психология ол жанды зерттейтін ғылым. Рух одан жоғары дүниеде. Яғни рух бөлек, жан бөлек. Психология ол адамның жан дүниесіндегі болып жатқан процестерді зерттейтін ғылым. Сезімдер, эмоциялар, иә, мысалы, жаңағыдей, қарым-қатынастағы қандай да бір мәселелер, соның барлығын нәзік түрде зерттейтін ғылым психология деп аталады. Түсіндіңіздер ме? Енді қыздар, менің жалпы байқағаным осы ислам діні, Құран, иә, сол жердегі бұйрықтардың барлығы, иә, ол ересек позициясындағы адамдар үшін айтылған. Яғни есейген, ересек саналы адамдар үшін айтылған дүниелер. Енді адам бала позициясында жүрген кезде діндегі көп дүниені просто чисто манипуляция ретінде қолданады екен байқасамшы. Мысалы, даже аят сырларына барған кезде мына дүние айтылады. Мысалы, Құранда айтылады, иә, жаңа ерлеріңе бойынсұныңдар деген сияқты. Ол жерде ер деген дүние, қыздар, то есть еркектің барлығы ер емес деп айтылады, иә. Яғни, мысалы, бір үйде мысалы 10 ұл бала туылса, олар еркек, иә, жынысы еркек болғанмен барлығы ер мінезді болмауы мүмкін. Ал ислам діні вот нағыз ер мінезді адамдар жайлы. Яғни бұл жерде соған сай болу жайлы. Егер сен исламға сай болуың келсе, сен ер мінезді болуың керек. Ер мінезді деген ол не? Мальчик емес, безответственный, юноша емес, нағыз ересек позициясындағы мужчина. Понимаете, қыздар? И осы жерде айтқым келген дүние, мысалы, көп әйелдер айтады, мысалы, менің күйеуім анам былай бұйырады, былай бүйтеді, дінде ана нәрсемен манипуляция жасайды деген сияқты. Бірақ ол әйелдің сол күйеуімен бақытты емес екенін көруге болады. Яғни сол діннен көп дүниені талап ететін ер адам өзінің істеп жатқан ісінде сол өзінің талап етіп жатқан дүниесіне сай емес. Яғни ол Құрандағы Алла мойысын деп бұйырған ер адамның деңгейіне өзі жетпегенде. Енді психология ғылымы адамның жан дүниеде болып жатқан процестердің заңдылықтарын адамға жеткізе отырып, иә, соны зерттей отырып, адамды ересек позициясына, яғни самостоятельностьқа, жауапкершілікке жеткізетін ғылым. Түсіндіңіздер ме, қыздар? Яғни адам психологқа тәуелді болып қалуына болмайды. Ол, то есть адам мына какой-то бір период, пока ол ересек позициясына жеткенше, ол психолог маманына жүгінуіне болады. Но бірақ, когда сен уже ересек позициясына жеткен кезде, саған достаточно мне Аллаха как покровителя. То есть сен уже жаныңыздың тыныштығы үшін дінді спокойно қолдана аласың. Енді біздің қоғамда көп адамдар осы психика тұрғысынан бала позициясында застревать етіп қалған. Яғни қандай да бір балалық травмалардың себебінен олардың ойлау қабілеті, өзін өзгелермен қарым-қатынаста ұстауы барлығы баланың позициясында қалып қойған. Түсінікті ме, қыздар? Так.